Саламатсыңдар ма балалар? 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 106-шы сабақты өтеміз. 13-ші жаттығу мәтінді оқы. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақытта есте ұстаған абзал. Балдырған журналынан. Бізге өңір, цистерна деген сөздер берілген. Осы сөздердің мағынасын айтып өтейін. Өңір жер, елдің бір бөлігі, аймағы. Цистерна сұйықтықтарды, әдетте суды сақтауға арналған су өткізбейтін ыдыс. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтінде не туралы айтылған? Су туралы айтылған. Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Судың қадірі оның адам өміріндегі, табиғаттағы, шаруашылықтағы маңызын түсіну және бағалау. Су тіршіліктің негізі. Онсыз адам да, жануар да, өсімдік те өмір сүре алмайды. Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған? Себебі әр нәрсенің есебі бар. Суды да орнымен қолдану керек. Сен қалай ойлайсың? Өз ойыңды топта талқыла. Кейбір жерлерде су тапшылығы бар, ал кейбір адамдар суды ысырап етеді. Суды үнемдеп пайдалану, оны ластамау әр адамның міндеті. Мысалы, краннан суды бекер ағызбай, қажетті мөлшерде ғана пайдалану немесе табиғи су көздерін қоқыстан қорғау судың қадірін білудің бір белгісі. 14-ші жаттығу. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан, нұсқаулығын толықтырып жаз. Суды бекер төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Лас су төккен жерді баспа. 15-ші жаттығу. Суреттегі балықтар бойынша жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды салыстыра сипатта. Сазан кішірек, шортан ұзындау, тыран жалпақтау. Бұл жерде қолданған сын есімдерді сөз құрамына талда. Кішірек, кіші түбірі, рек, сын есім тудырушы жұрнақ. Ұзындау, ұзын түбірі, дау, сын есім тудырушы жұрнақ. Жалпақтау, жалпақ түбірі, тау, сын есім тудырушы жұрнақ. 16-шы жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді оқып, жатқа жаз. Балалар, бірнеше рет жаттап, содан кейін дәптерлеріңді жауып жазу керек. Жазғы таң, жазғы дала, жазғы таң, жасыл шалғын, жасыл шақ. Ақ бұлаққа мөп-мөлдір, күн күлімдеп, төкті нұр. Авторы Байбеков. Өлеңнен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Бұл сын есімдердің қай сөзбен байланысып тұрғанын тап. Бұл жерде негізгі сын есімдер жасыл, ақ. Оларға қандай деген сұрақтар қойылады? Жасыл сөзі шалғын, шақ деген сөздермен байланысып тұр. Ақ, бұлаққа деген сөзбен байланысып тұр. Туынды сын есім жазғы. Оған қандай деген сұрақ қойылады? Жазғы, дала, таң деген сөздермен байланысып тұр. Күрделі сын есім мөп-мөлдір. Оған қандай деген сұрақ қойылады? Негізгі сын есім зат есім тіркесін, туынды сын есім зат есім тіркесіне өзгертіп айт. Мысалға, ақ бұлақ, көңілді бұлақ, жасыл шалғын, таулы шалғын, мөп-мөлдір су, тап-таза су.
Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.